Сәлеметсіздер ме? Мен Далабай ауылының негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әбенова Қалия Шарыпқанқызы. Сабағымыздың тақырыбы мектеп шеберханасына саяхат, ыр дыбысымен әрпі. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған материал бойынша өз пікірлерін айту және әңгіме құрау, сөздерді дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Ал балалар, енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Тыңдалым. Әли, сен мектеп шеберханасында болдың ба? Жоқ, болған жоқпын. Жүр бірге барып көрейік. Суреттен көріп тұрғандай, бұл шеберхана. Шеберханада балалар не істеп жатыр? Ағаш аралап жатыр. Тағы қандай заттарды көріп тұрсыңдар? Жәндік, ара. Келесі тапсырмамыз ыр әрпі бар сөздерді табамыз суреттен. Дұрыс айтасыңдар балалар, мұндағы суреттердің барлығында ыр әрпі кездеседі. Сұрақ белгісін қойылған жерге тағы да ыр әрпін табамыз. Келесі тапсырма. Сұрақ белгісіз тұрған жерлерге біз сөздерді тауып қоямыз. Кәне, кім табар екен? Ит сүйекті жақсы көреді. Ара гүлді жақсы көреді. Тышқан ірімшікті жақсы көреді. Дұрыс. Келесі тапсырма дыбыстық талдау. Кәне, ара екі буын, екі дауысты дыбыс, бір дауыссыз дыбыс, барлығы 3 дыбыс. Қара екі буын, екі дауысты дыбыс, екі дауыссыз дыбыс, барлығы 4 дыбыс. Енді біз Нұрсұлтан қаласына саяхаттаймыз. Саяхатымызды бастау үшін балалар, бізге көлік керек. Көлікті шақыру үшін бәріміз бірге автокөлік моторы секілді «ырррррррр» деп айтайық. Міне көлігіміз де келді, бірақ біздің көлігіміздің бір ақауы бар сияқты. Саяхаттауға шықпас бұрын балалар, көлігіміздің ақауын жөндеп алайық. Ол үшін р дыбысын сөздердің басында машықтандырам. Мына суретке мұқият қарап, суреттегі заттарды естеріңе сақтап алыңдар. Сақтап алдыңдар ма? Ал енді қай суреттің жоғалғанын табыңдар. Дұрыс айтасыңдар, жоғалған сурет Раушан гүлі. Ал енді балалар, біз көлігімізбен елордасы Астанаға саяхатымызды Бәйтеректен бастайық. Балалар, мынау Бәйтерек. Астана Бәйтерек монументі. Елордамыз Астана қаласының негізгі нышаны. Ал оның ішін көргілерің келе ме? Олай болса, сөздерде р дыбысын жіңішке түрінде машықтандырайық. Ол үшін келесі тапсырманы орындаңдар. Жұмбақ. Сабы таяқ, басы қалақ. Ұшын жүрер, жерге қадап. Ол не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол күрек. Балалар, мына суретте не көріп тұрсыңдар? Иә балалар, бұл суреттегі үйрек. Осы үйрек туралы не білесіңдер балалар? Жарайсыңдар балалар, үйрек туралы көп біледі екенсіңдер. Тамаша балалар, сендер тапсырманы жақсы орындағандарың үшін Бәйтеректің ішіне кіреміз. Мынау Бәйтеректің панорамалық залы. Залдың ішінде Қазақстан Республикасының президенті
Нұрсұлтан Назарбаев алақанының ізі бар. Егер алақанға қолды қойып, арман тілек тілесе, орындалады деген сөз бар. Ал енді келесі баратын жеріміз Думан ойын-сауық орталығы. Оның ішін көргілерің келе ме, балалар? Олай болса, Р дыбысын сөздердің ортасында машықтандырасыңдар. Балалар, мына суреттегі қай ас туралы ертегі білесіңдер? Иә, барлығымыз бауырсақ туралы ертегіні білеміз. Келесі тапсырманы орындаймыз. Біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? Жарайсыңдар. Р дыбысы бар сөздерді атаңдар. Жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.